Hey достар, бұл vocabulary бөлімі. Vocabulary дегеніміз өздеріңіз білесіздер, сөздік қор бөлімі. Қазір біз жаңа сөздер жаттайтын боламыз. Сіздер ол сөздерді білулеріңіз мүмкін, білмейтіндер үйреніп алады, білетіндер қайталайды. Кеттік. Бірінші үйренетін сөзіміз turn on. Turn on дегеніміз қосу деген мағына. Яғни мысалы жарықты қос дейтін болсаңыз, turn on the light. Яғни жарықты қос деген мағына. Turn on the TV. Яғни телевизорды қос деген мағына шығады. Енді қосу бар жерде не бар? Өшіру бар. Яғни өшіру дегеніміз қалай болады? Turn off. Turn off the light десе жарықты өшір. Turn off the TV please десең, телевизорды өшірші өтініш деген мағына шығады. Енді дәл осының синонимі switch on, switch off. Switch on, мысалы switch on the TV десеңіз, телевизорды қос деген мағына шығады. Switch off the TV десеңіз, телевизорды өшір деген мағына шығады. Яғни біз қазір бір емес 4 сөзді жаттап алдық, иә? Олар turn on, turn off, switch on, switch off. Енді келесі үйренетін сөзіміз. Үйде жиі қолданатын сөздердің біреуі, ол қандай сөз? Put on. Put on дегеніміз киіну. Мысалы, put on your jacket please. Мысалы, өзіңнің неңді, жакетіңді киіп ал деген мағына шығады. Put on деген киіну. Яғни енді шеш деген мағына болатын болса, мысалы, біреу аяқ киіммен үйге кіріп келе жатыр, аяқ киіміңді шеш өтініш дейтін болсаңыз, қалай болады? Take off your shoes please. Яғни take off шешу, put on киіну. Енді өшері тағы бір үйреткім келетін сөз. Сіз мысалы магазинге бардыңыз, киім сататын дүкенге, сол жерге барып көрсеңіз, киіп көрсем бола ма деген сөз керек сізге. Ол try on. Try on деген киіп көру мағына. Try on. Try on деген киіп көру. Мысалы бардыңыз, сіз киіп көрсем бола ма деп сұрайсыз. Can I try it on please? Яғни мен мынаны киіп көрсем бола ма деген сөз шығады. Келесі үйренетін сөзіміз give up. Give up. Көбіне give up сөзін сіз бір телефондарда көрген боларсыз. Give up деген never give up деп, ешқашан берілме деп. Give up деген іздаватса, яғни берілу деген мағынаны береді. Don't give up десеңіз, ешқашан берілме деген сөзді үйренуге болады. Never give up, ешқашан берілме. Одан кейін үйренетін сөзіміз go abroad. Go abroad дегеніміз шетелге шығу деген мағына береді. Мысалы, бүгін біз мысалы willді өттік қой, I'll go abroad, мысалы next year. Мен келесі жылы не істейтін боламын? Сыртқа шығатын боламын деген мағына, яғни шетелге шығатын боламын деген мағынаны береді. Go abroad, яғни шетелге шығу. Одан кейінгі үйрететін сөзім look after. Look after дегеніміз біреуге қарау деген мағынада. Яғни ол былай бетпе-бет қарау емес, біреудің жағдайын жасау мағынасында. Мысалы, I'll look after you, мысалы, мен саған қарайтын боламын кейін деген мағына. Яғни біреу болады, бір ауырып жатса, мен саған қарайтын боламын больницадан шыққаннан кейін деген мағынада, мысалы, look after, яғни біреудің жағдайын жасау мағынасында. Одан кейінгі сіздер білу мүмкін сөз, бірақ look пен келген екен үйрете салайын. Look for дегеніміз іздеу деген мағына. Яғни look for дегеніміз іздеу. Мысалы, I'm looking for my key. Мен кілтімді іздеп жатырмын қазір. Немесе I won't look for my key. Яғни мен кілтімді іздемеймін. Because it's hard to find. Яғни оны табу өте қиын деген мағына. Достар, жаңа сөздердің барлығын практикаға жетейік. Дәптерлеріңізді жазып алыңыздар. Сөз жаттау деген ол ағылшын тілін дамыту деген сөз. Сол үшін кім сөзді жаттамайды, ағылшын дамымайды.